Бәріңізге сәлем қыздар. Жұмсақ болып шығатын ерекше дәмді түрік тоқашы ачма дайындаймыз және ішіне қосылатын шоколадты паста, яғни нутелланы үйден өзіміз дайындаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Темір ыдысымызға бір ас қасық ұнымызды қостық. Содан кейін қантымызды қосамыз, какаомызды қосамыз. Енді венчикпен араластырамыз. Үстіне сүтімізді құйып, бір араластырамыз барлығын, жақсылап біріккенше. Отымыздың үстіне қоямыз, орташа отқа қойып, 3-4 минут қайнатып аламыз. Венчигімізді алмай араластырып тұрамыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. 3-4 минут қайнатамыз, міне қоюланып келеді. Теркіден өткізілген шоколадымызды үстіне қосып, тағы да араластырамыз. Шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Содан кейін үстіне жұмсақ майымызды қосамыз. Сапалы май қосамыз үстіне. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болғаннан кейін оттан алып, осылай барлығын тағы да араластырамыз. Енді суытып қоямыз. Балаларыңызға дайындап берсеңіз де болады, нанға жағып жеуге өте дәмді. Келесі кезекте тоқашымыздың қамырын дайындаймыз. Сеткіден өткен ұнымыздың үстіне тұзымызды, қантымызды қосамыз. Содан кейін құрғақ ашытқымызды, яғни дрожжымызды қосып, барлығын араластырамыз. Үстіне сары майымызды қосамыз. Содан кейін жылы суымызды құямыз. Сұйық май құйып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Қамырды илегеннен кейін, көріп тұрғаныңыздай, жақсылап иінін қандыру үшін қолымызбен осылай созып илейміз. Қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз көтерілді, міне. Қолымызбен басып қараған кезде қолымыздың ізі қалса, міне көтерілді. Сұйық май жағып, колбасаға ұқсатып, осылай бірінші дайындап аламыз. 8 бөлікке бөлеміз. Бірінші өлшеп алдым мен. Бір-бірден осылай барлығын жайып дайындап қоямыз. Алақанымызбен бір рет бассақ та болады. Қамырымызды енді жаямыз. Өте жұқада емес, қалында емес болуы керек. Дайындап қойған шоколадты пастамызды ішіне бір қасық жағамыз. Шетінен бастап тартып ораймыз. Жандарын осылай ашылып кетпеу үшін жабыстырып шығамыз. Енді міне осылай ораймыз. Бір шетін екінші шетіне кіргізіп, осылай шеттерін жабыстырып шығамыз. Дайын болды. Енді противенімізге салып, екіншісін дайындаймыз. Достар, міндетті түрде осы тоқашты жасап көріңіздер. Балаларға ұнайды, әрі өте дәмді болып шығады және жұмсақ. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар.
Сол кезде менің салған тәттілерім, салаттарым, тағамдарым бәрі сізге бірінші болып барып тұрады. Енді тоқаштарымыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөліп алып, сарысының үстіне жағып шығамыз. Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Бұл тоқаш тез піседі. Дайын болды тоқашымыз. Осындай қызарып піседі. Қараңыздар, жұмсақ. Жасап көріңіздер міндетті түрде, және менің каналыма тіркеліңіз. Алдағы уақытта жақсы тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Сізбен бірге болған Гүлбақыт.